Ауду биllahi минашшайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті Теміртау конфес парақшасының оқырмандары, Теміртау қаласының тұрғындары, Теміртау жастары және осы парақшаны әрдайым қарап зерттеп отыратын құрметті көрермендер. Сіздермен әдеттегідей айына 4 рет осы парақшада тікелей эфирге кіріп, сол тікелей эфирде өткен қозғалған тақырыптарды осы желіде, осы парақшада сақтап отырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз дін мәселесі бойынша әлеуметтік желі жалпы сананы улайтын бір құрал ретінде танылып жатқанын білеміз. Енді жалпы әлеуметтік желі заманға сай дамып келе жатқанын барлығымыз білеміз. Әлеуметтік желіде әртүрлі ресми ақпараттар бар, әртүрлі бейресми ақпараттар бар деген сияқты. Әлеуметтік желіде қандай ақпаратты іздесеңіз, сондай ақпаратты тауып аласыз. Әлбетте бұл заманның ағымы, бірақ әлеуметтік желіні дұрыс қолдана білу, қазіргі саясаты, дұрыс қолдана білу мәдениеті, дұрыс қолдана білу адамда бір әлеуметтік желіні сол дұрыс қолдана білу несі болу керек екен, иммунитеті болу керек екен. Неге десеңіздер, әлеуметтік желі біріншіден көп уақыт алады. Көп уақыт алғаннан кейін ол миларыңызда жаңағы көп орын алады. Ол кейін қандай да бір ақпаратты қабылдау үшін мида көптеген ақпарат болғаннан кейін адам сол ақпараттарды көп ұмытып жатады. Өкінішке орай жастарымыздың арасында әлеуметтік желіде көп отыратын, әлеуметтік желіде бір иммунитет, ақпараттық иммунитет болмайды. Ақпараттық иммунитет болмағаннан кейін, яғни ненің керек ақпарат, керек емес ақпараттың барлығын адам өзіне қоқыс қылып, соны қабылдап жатады. Солардың бірі әлеуметтік желіде көптеген жастар, қазір көптеген жастар дінге бет бұрып жатыр. Сол дінге бет бұрғаннан кейін әлеуметтік желіде жастарымыз ақпарат қарап жатқанын өзіміз білеміз. Көп кезде жастарымыздың мешітке барып имамдардан, не болмаса діни бір өкілдерден ақпарат сұрауға қол тимей жатады. Сондықтан қолындағы гаджет, телефоннан әлеуметтік желіде ақпараттарды саралай бастайды. Қандай да бір сұрақ болса, Google, Википедияға жазып, соның жауабын алып жатады, өкінішке орай. Қандай да бір уағызшыларды тыңдап жатады, сол уағызшылардың айтқан уағыздарының стильдары, не болмаса қандай да бір уағызшылардың бір жаңағындай нелері, уағыздар ұнап жатса, соны қабылдап жатады. Өкінішке орай біздің жастарымыз қай уағыздың дұрыс, қай насихаттың дұрыс екенін ажырата алмай жатыр. Бізде Қазақстанда теріс ағымдағы уағызшылардың әлеуметтік желіде барын мемлекетіміз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ескертіп жатады. Олардың тізімдері де әлеуметтік желіде, ресми сайттарда бар екенін біріміз білсек, біріміз білмей жатамыз, өкінішке орай. Сондықтан әлеуметтік желіде көптеген жастар дінді енді тәжірибеден өткізіп, намазды енді бастап, оразаны енді ұстап жүргенде әлеуметтік желіден әлбетте ақпараттық бір аштық пайда болып, ақпарат іздей бастайды жастарымыз. Сол ақпаратты әлеуметтік желіде әртүрлі уағызшылардың уағызын тыңдай бастайды. Бірақ оның уағызшының дұрысы болуы мүмкін, бұрысы болуы мүмкін деген сияқты әлеуметтік желіде бұл уағызшылардың яғни қандай да бір дұрыс емес пиғылдарын жастарымыз ажырата алмай жатады. Өкінішке орай жастар сол әлеуметтік желідегі уағыздардың барлығын тыңдап, дұрысында бұрысында қабыл алып, кейін сол уағызшылардың идеологиясымен, сол уағызшылардың наным сенімімен жастарымыз өмір сүре бастайды. Сол әлеуметтік желіден алған ақпаратты өзінің өмірінде, тәжірибеде қолданады, ата-анасымен қарым-қатынаста қолданады, достарымен, мектепте, университетте солармен қолданады да, сол әлеуметтік желі арқылы сол дүниелердің дұрыс-бұрысын білмей, өзінің информациялық жаңағы бір әсерді соны алып, өзінің қоғамда өзгеріп шыға келгенін байқамай қалады. Өкінішке орай өздеріңіз білесіздер, 2011-2012 жылы Қазақстаннан Араб-Сирия мемлекетінде саяси бір қақтығысқа көптеген жастарымыз кетіп қалды.
көптеген отандастарымыз кетіп қалды. Бұлардың кетуіндегі негізгі факторлардың бірі ол әлеуметтік желі арқылы уағыз насихаттарды тыңдап, соның әсерінен жастарымыз шетел асып кетіп қалғанын барлығымыз білеміз. Сондықтан әлеуметтік желі жалпы қазіргі заманда 21 ғасырдың қаруы болып тұрғаннан кейін, ақпараттық бір майдан болып тұрғаннан кейін, жастарымыздың әлеуметтік желіні дұрыс қолдануға, сауатты қолдануға, әлеуметтік желіде сауатты қолдану бізде не болу керек? Жастарымыздың сол әлеуметтік желіні дұрыс қолдана білу саясаты болу керек. Ата-анасы да оған бағыт-бағдар беріп отыру керек. Неге десеңіздер, әлеуметтік желіде қандай уағызшыларды таңдаймыз десеңіздер, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өзінің бекітілген сайттарында ресми уағызшылар бар. Дін істер комитетінің сайттарында қандай уағызшыларды тыңдау керек, қандай уағызшыларды тыңдамау керек деген сияқты ақпараттар өте көп. Сондықтан енді әлбетте бұл ақпараттардың бәрін біле алмаймыз. Біріміз білсек, біріміз бұндай сайттардың барын білмей жатамыз. Қайсысы ресми, қайсысы бейресми сайт екенінде біз мысалы мән беріп, оны ажыратып жатпаймыз. Енді жалпы ата-ана қандай да бір баласының әлеуметтік желіде дұрыс немесе бұрыс видеоны көріп жатыр ма, оны қалай саралай алады деген бізде сұрақ пайда болады. Әлбетте ата-ана да, бала да барлығы діни сауатты бола бермейді. Енді діни сауатты дұрыс болу үшін әлеуметтік желіде егер де ол уағыз айтып жатқан немесе қандай да бір діни мәселелерді қозғап жатқан кісі біздің еліміздің мүддесіне, ұлттық дәстүрге, қазақшылыққа, кешегі бабаларымыздың айтқан өсиеттеріне, немесе кешегі яссауи қазақ жерінде өткен үлкен ғұламалар, сол сияқты бертін келе Абай, Шәкәрім, Алаштың ұлдары, не болмаса жаңағы Мәшһүр Жүсіп деген сияқты бабаларымыз, діндар бабаларымыздың айтқан сөзіне қайшы келіп жатса, біздің еліміздің, жеріміздің жалпы қазақшылығымызды жоққа шығарып жатса, тіпті осындай идеологияны ұстанбайтын болса, онда ол әлеуметтік желідегі дұрыс емес уағызшыларды тыңдап жүр деген бір күдік болу керек ата-анада. Сондықтан біздің өзіміздің әдет ғұрпымыз бар, біздің өзіміздің салт дәстүріміз бар, біздің өзіміздің сонау 7-8 ғасырдан келе жатқан өзіміздің дініміз бар. Сол уақыттан дәстүріміз бен дініміз бір келе жатқан. Сондықтан біздің ата-бабамыздың дамып келе жатқан осынау дәстүрін жоққа шығарып, кешегі ата-бабамыздың адасқан деген үкім беретін болатын болса, онда әлеуметтік желіде сондай уағызшылардан сақ болуымыз керек. Өйткені біздің ұлттық мүддемізге, ұлттық құндылықтарымызға, тарихымызға қайшы шығып жатқан уағызшылар, ол уағызшылардың яғни уағызында бір гәп барын біз түсінуіміз керек. Құрметті ата-ана, әлеуметтік желі арқылы жастардың, балаларыңыздың қандай сайттарда, қандай телеграм каналдарда, не болмаса қандай бір әлеуметтік желідегі видеоларды өзінде жүктеуде сақ болуға шақырамыз. Неге десеңіздер, Қазақстан Республикасының заңнамасы бар. Әлеуметтік желі арқылы өзіне дұрыс емес парақшасына жаңағы террористік характер жаңағы мазмұндағы видеоларды жүктейтін болса, не болмаса соны тарататын болса, әлбетте Қазақстан Республикасының заңы бойынша жазаға тартылатынын біз білеміз. Сондықтан ата-ана әрбір баланың әлеуметтік желіде кіммен сөйлесіп жүр, қандай сайттарға кіріп жүр, қандай видеоларды тыңдап жүр біліп, сол видеоларды сіз өзіңіз сарадан өткізсеңіз, егер жүрегіңізде күдікті болатын болса, Теміртау қаласының конфессия аралық қатынастар бөлімі бар, басқармасы, сол жерге жаңағы шағымданып балаларыңыздың проблемасын айтсаңыз болады. Мешіттер бар, Құдайға шүкір, 2-3 мешітіміз бар. Сол жерге барып балаларыңыздың дұрыс не бұрыс жүргенін анықтап алуымыз керек. Әлеуметтік желі қазіргі заманның ең озық технологияларының бірі болып тұрғаннан кейін, бұны жастарымызға сауатты дұрыс қолдануға үйретуіміз керек. Осымен бүгінгі тікелей эфиріміз аяқталды. Келесі тікелей эфирлерде басқа да діни мәселелерді қозғайтын боламыз.